Егер жыл соңында адам өзіне бір ғана сұрақ қою керек болса, Мико үшін ол сұрақ: мен осы жылы кімге айналдым еді. Осы оймен ол кешкі қалаға шықты. Өйткені соңғы күндері үйдің ішіндегі тыныштық оған жеткіліксіз болып, жауапты жолдан іздегісі келетін. Ал қалада дәл сол сәтте оны асықтырмай, баяу қабылдағандай көрінді. Бұл жыл Микоға көп нәрсе бермеді деп ойлауға болатын. Бірақ ол оның ішкі әлемін өзгертіп үлгерді. Кейбір армандар кейінге қалды, кейбір шешімдер қабылданбай қалды, ал кейбір сезімдер мүлде жаңа қырынан ашылды. Сол сәттерде Мико бір нәрсені түсіне бастады. Әр жыл нәтиже үшін емес, кейде бағытты өзгерту үшін беріледі екен. Ал ол бағытты түсіну үшін асықпай ішкі дауысты тыңдай білу керек. Мико Аллаға барлық ойы мен сезімін ашық жеткізе алатын жан еді. Ал дәл сол үнсіз сәттерде ол ішіндегі ауыр ойларды Аллаға тапсырып, сенімнің біртіндеп жүрегіне тыныштық әкеліп жатқанын сезетін. Жыл аяқталып келе жатқанын Мико енді сырттан емес, ішінен сезді. Өйткені оның ойлары бір арнаға түсіп, бұрын мазалаған сұрақтар маңызын жоғалта бастаған еді. Ол өткенді өзімен бірге алып жүрудің қажеті жоқ екенін анық түсінді. Кейбір нәрселерді Аллаға тапсыру әлдеқайда жеңіл, ал алда тұрған жаңа жыл дайын жауаптармен емес, жай ғана ашық беттермен келетінін іштей қабылдады. Осылайша бір жыл аяқталды, ал Мико үшін ең маңызды жауап әлдеқашан табылған еді. Бәрін түсіну міндет емес, кейде сену жеткілікті.